сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай жанып тұрған әдемі ерекше құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Құрағымызға қажетті өлшем бірліктер: көлемі 7,5-да 7,5 болатын сары матамыздан 4 штук, дәл осындай көлемде қызыл матамыздан 4 штук, көлемі 8,5-да 8,5 болатын сары матамыздан 4 штук, 8,5-да 8,5 болатын қызыл матамыздан 4 штук қажет. Сонымен қоса көлемі 13,5-да 13,5 болатын сары матамыздан 2 штук, дәл сондай көлемде қызыл матамыздан 2 штук қажет. Және де көлемі 14,5-да 14,5 болатын сары матамыздан 4 штук. Сонымен қоса дәл осындай көлемде қызыл матамыздан 4 штук қажет. Менің қолданып жатқан матам королевский белюр. Сіздер өздеріңіздің қалаған маталарыңызды қолдансаңыздар болады. Енді кезекте құрағымызды бастаймыз. Ең алдымен үлкен маталарымызды бір шетке алып қоя тұрамыз. Құрағымызды бастаймыз. Ең алдымен көлемі 8,5-да 8,5 болатын қызыл және сары матамызды аламыз. Және де қызыл матамыздың ортасын дәл осылай сызамыз. Төртеуінде. Және де қызыл және сары матамыздың түктеріне мән береміз. Түктерін бір бағытқа жатқызып, екі матамызды бір-біріне беттестіреміз. Мінекей дәл осылай беттестіріп, осы сызықтың екі жағына тіс түсіреміз. Мінекей тігісіміз түсіріп алдық. Енді осы ортасындағы сызық арқылы қайшымен қиып, артық жерлерін осылай қиып тастаймыз, бұрыштарын. Сол кезде осындай міне 4 бұрыш шықты. Болғаннан кейін 4 бұрышымызды өтекпен бастырып аламыз. Мінекей өтекпен басып құрағымызды ашып алдық. Ендігі кезекте қызыл және сары маталарымызды алып, мінекей дәл осылай орналастырамыз. Мінекей асықпай мұқият қарасаңыздар, міне осындай құрақтың бір бөлшегі шықты. Дәл осындай сары гүлменен, тағы да сары гүлмен жасайтын боламыз. Ол үшін сары матамызды аламыз. Және де екі жағына да сары қылып қоямыз. Осылай, мына жер теріс кетіпті, оң қаратып жібереміз. Және де бұрышына қызыл матамызды қоямыз. Дәл осылай құрақ блогы шықты. Енді осыны біріктіріп тігетін боламыз. Дәл осындайдан екеу, және де қызыл түрінен екеу шығатын болады.
Мінекей осылай болып шықты. Енді бұлардың тігістерін өтекке бастырып аламыз. Мінекей бастырып алдық. Әзірге бұларды бір шетке ысырып қоя тұрамыз. Ендігі кезекте көлемі 14,5-да 14,5 болатын қызыл және сары матамызды алып, түгін төмен қаратып, бұлардың да мінекей бір матамыздың ортасына осылай сызып аламыз жаңағыдай. Дәл жаңағыдай екі жағына сызық, яғни тігіс түсіретін боламыз екі жағына. Сызықтың екі жағына тігіс түсіреміз. Тігісімізді түсіріп болғаннан кейін ортасындағы сызық арқылы қайшымен қиып, артық бұрыштарын қиып алып тастаймыз. Егер де менің құрағым сіздерге қызықты болып жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер комментария жазып, лайк басқан сайын, мен сіздерге жаңа құрақтар шығаруға тырысатын боламын. Мінекей осындай болып шықты. Енді кезекте көлемі 13,5-да 13,5 болатын матамызды әкелеміз. Бұдан 2 штуктан, сары және қызылдан. Енді үлкен құрағымызды құраймыз. Мінекей мына матамызды аламыз, жаңа құраған кішкентай блогымызды алып, осыған екі жағына қызыл матамыздан орналастырамыз. Қызыл жағынан. Қызылға біткен жерді қызылға мінекей орналастырамыз. Екінші жағына дәл осылай тағы да қызылдан қоямыз. Және де жоғарғы бұрышына сары матамызды қоямыз. Мінекей, мына бұрышқа сары матамызды қоямыз. Мінекей. Дәл осылай болып шығады. Қалғандарында дәл осылай жасай береміз. Мінекей, мынау екінші қызыл түріміз. Мінекей, осылай қоямыз. Мінекей, бұдан екі түрінен шығады, және сары түрінен екі түрінен шығады. Келесісін істейміз. Мінекей, бұл матамыз сарыға аяқталып тұр, яғни бұның жанына сары матамызды қоятын боламыз. Екі жағына мінекей осылай сары матамызды қойып, жоғарғы бұрышына қызыл матамызды қоямыз. Дәл осылай орталарын тігіп шығатын боламыз.
Мінекей осындай үлкен 4 блогымыз шықты. Енді осы блоктарымызды бір-біріне қарама-қарсы қылып орналастырамыз. Сары түріне сарысын, қызыл түріне қызылын қарама-қарсы қоямыз. Сосын орталарын тігіп шығатын боламыз біріктіріп. Құрағымызды тігіп болғаннан кейін тігістерін өтекпен бастырып шығатын боламыз. Бұндай құрақтарды сіздер көрпеге, жастыққа қолдансаңыздар болады. Өте әдемі жанып тұрған құрақ шықты. Неке, осындай әдемі жанып тұрған әдемі құрақ шықты. Егер де құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.